Nice. I have switched on. Very nice. Hello, guys. How are you? Today we are going to talk about Victorian era. About Queen of Victorian. And of course, what happened in that era. Be ready. Бастайық. So, this is the queen, yeah? Queen Victoria. Her life and her era. Time of her rules as a queen. Now, let's start with the first one. Ahsunkar, please switch on your microphone, please. Please read one from this to here. Осы жерге дейін оқи ғой. Please read. Ahsunkar. Yes. Ahsunkar. Microphone қосайық. Switch on your microphone, please. And start to read from that part. Madraimova Saya. Saya, are you here, Saya? Who is Saya? Есімдеріңізді айтқанда микрофон қоса қойыңыздар, я? Басқа телефон екен ғой. Okay. What is your name? Есімің кім? Саяның телефонмен отырған бала. Есімің кім болады? What is your name? Please, quicker. We have no My name is time. Berikjan. Берікжан? Айтсайық атты. Қызылмен көрсеткен жерді оқи ғой. Бекжан. Қызылмен көрсеткен жерді оқи ғой. Микрофон өшіп қалды. Please read. Under the rule of Queen Victoria. The British people Yes. enjoyed a long period of prosperity. Very good, prosperity. Яғни сіздердің кітапта берілген Victorian era уақыты, Victorian era, осы кісінің туылып, королева болып, сол елді басқарған уақыты. Бұл кісі 81 жыл, яғни 81 жасында қайтыс болады. Victorian era, яғни 100 жылғы уақыт аралығында Британ халқы өте бір керемет дамыған және байыған, үлкен даму үстінде болған уақыт. Now, let's look at. Енді мына схемаға қарап жіберіңіздер. Look at here, just a moment. Назарларыңызды бері қарай тыңдап отырамыз. Микрофон қос дегенде қосасыздар, жақсы ма? Okay, now. In 1829, Stephens rocket wins the Rainhill Trails, And of course, in 1837, Ahsunkar, please read. What do you see here? What do you see? Ahsunkar, 1837 жылы не болды? Please read. Оқи ғой.
Oho, Bibunur here. Sezim, Begum is here. Bibunur, please switch on your microphone. What was happened in 1837? 1837 жылы не істеді? Victoria. Crowned, very nice. Crowned Queen. Яғни 1837 жылы ол таққа отырды, я, королева болды Англияның. Now, Сезім, what happened in that day, in that year? Yes. Не көріп тұрсыздар? Morse code, иә? Морзе деп. Естулеріңіз бар ма? Морзе деген. Сол код жазу машинкалары шықты, иә? Very good. In 1838. Не пайда болды? Бегім, не пайда болды? Фотограф. Yes, very nice photograph. Көрдіңіздер ма? 1838 жылы. Very nice. Армен қарай жылжимыз. What do you see in 1851? Не көріп тұрсыздар? Yes. Exhibition, yes, the Great Exhibition. 1800. Бұл Victorian era, осы викториялық эрада болып жатқан оқиғалар. Гүлдену болып жатыр, байқадыңыздар ма? 1851 жылы не ашылды? The Great Exhibition. The Great. Yes, ол не exhibition? Көрме ашылды, я? Үлкен көрме ашылды. Very good, тамаша. Келесі, Ақсұңқар, микрофон қосамыз. What happened in 1851? 1851. Ice cream. Yes, they made a first ice cream. Ең алғаш 1851 жылы жасалынды. Very good. Continue, please. Begum, what happened in that time? Prince Albert dies. Prince Albert ол Victoria Queen'нің күйеуі. Осы кісі 1861 жылы қайтыс болды, я? Okay, continue. In 1864. Бибінұр? Yes, jelly babies. Көрдіңіздер ма, біздің жақсы көретін мармеладтар сол кезде жасалынып басталды. Good. Next one. Ақсұңқар, are you here? Please read what happened in 1872. Penny farthing bicycle. Байқадыңыздар ма? Ең алғаш велосипедтің қандай болғанын? Yes, it's like that. It is like that. Yes, very good. Next one. Келесісін қараймыз. In 1872. Не пайда болды? Yes. 20. In 1872. Typewriters. Міне, кешегі күнге дейін осы машинкамен қолданып келді, я? Біздің әкелеріміз, шешелеріміз осымен жұмыс жасады. Сосын барып Windows компьютері шықты. Сол машинкалар 1872 жылы жасалынды, я? Very good. Invented. Келесі, Бибінұр, in 1877.
Aha, fonograf. Дәу, көрдіңіздер ма? Қосып қояды, өлең айтады. Very good. Өте жақсы. Next one. Бегім. О, Бегім шығып кетті. Ақсұңқар. In 1888. Yes, Kodak film camera. Kodak film kamera. Аха, мұндаға дейін біз кодекті қолданып келдік, солай емес па? Қазір ғана сотқа шыққан соң қойдық, оған дейін біз кодек фильм камераны қолданып жүрдік. Nice. Next one. Аха, Саяның телефонмен отырған бала. Your name. Please read 1894. Аха. Сая. Moving pictures, я? Көрдіңіздер ма? Проекторменен кино көру сол кезде басталды, 1894 жылы. Алға орта мектебі, please read in 1895. 1895. Апайлар жайлап, я? Балалар, алға орта мектебі деп тұр. Микрофон қосамыз. The wireless. 1895 жылы не пайда болды? Yes, the wireless radio. Ешқандай проводсыз, беспроводной радио пайда болды, я? And the last one, соңғысы. Бибінір, қандай оқиға болды? Queen Victoria dies. Яғни 1901 жылы бұл кісі қайтыс болды. Мінеу, туылғаннан өмір сүрген уақытты аралығында бұны Victorian era деп атайды. Victoria уақыты. Now, let's continue. Ал біз қарап шықтық енді. Who is Queen Victoria? I will clear up. Who is Queen Victoria? Just a moment. Мынау көрінбей тұр. Ал енді сәл кішкене ақпарат беріп кетейік, я? Please read. Just a moment. Сезім, please read some information from here. Сезім, please. Койка. Сезім, микрофон қосамыз. Қосылмай жатыр ма? Жарайды, келесі баладан сұрай берейін. Дайын болған кезде апай дайынмын деп айт, жақсы ма? Алға орта мектебі деген жерде екі бала отыр. Микрофон қосайық. What is your name? Сәлеметсің ба? Есімің кім? Ау? Динар. Бегнар, please read this one. Мына жерін оқып жібер. Койка? Families were very important to Victorians. They had usually five or six children, sometimes more children.
But life was not the same for all children during the Victorian times. Victorian Times. Жақсы, рахмет. Very nice. Яғни Victorian Times'та барлық адамдарда 6, 7, 8 сондай бала болды, иә? Қазір бізде де, біздің мама папаларымызда да сондай болды. Ол уақытта да Европада бала көп туылатын, иә? Thank you. Жанында отырған бала оқып жіберейік. What is your name? Аха, Алға орта мектебі. Екінші бала, есімің кім? Аха. Аха, please read. Оқып жібер. Оқи алмаймын дейді. Оқи алмаймын дейді. Rich people had a good and easy life. Аха, life. Oh, Аха, continue. parents of rich children Аха. were bankers. Аха, merchants, yeah, merchants. Аха, or worked for the queen, yes? Аха, яғни ол жерде екі тапқа бөлінді. Байлар және кедейлер болып. Бай өмір сүрген адамдардың өмірлері өте жеңіл болған, иә? Ақсұңқар, please switch on your microphone. Мына бөлігін оқимыз. Аха. They lived in beautiful, comfortable house. They parents organized a lot of parties. Parents had Салыда, servant. service at home. Yes. Аха. Қандай өмір сүрді олар? Аха. Аха. Yes, әдемі, комфорт, сондай жерлерде. Үйлерінде қызметшілер болды, тамақ жасайды, бақша қарайды. Барлық жағдайын жасап отырды. Very nice, тамаша. Келесі, Бибінұр, енді кедей кісілердің өмірін көрейік. Please read here and from this. Ал кеттік. Childhood. They never went to school. Вау, көрдіңіздер ма? Very nice. Яғни кедейлердің өмірлері қандай болған екен? Иә, тамақтары да әрең табатын, иә? Мектепке бара ма? Бармайды. Жайлап жүре бастағаннан уже 4 жас, 5 жасынан бастап уже жұмыс істей береді, бірақ ақшаны өте аз табады, иә? Very nice. Міне осындай Victorian era болды. Ал енді next slide, please look at. Келесі слайдқа қарап жіберейік. This is beautiful life. Yeah. In Victorian mode, they have got designs like this. Dresses, smoking, and umbrella. They are having a time like this. Қарап отырыңыздар. People goes around. They're wearing smoking hats and dresses like this.
And of course, this is a theater. Very good. Al. Ақсұңқар. Question and answer. Сұрақты оқып жауап берейік. Where did Victorians go for entertainment? Yes. Уақытты қалай жақсы өткізеді? Көрейік жауабы. Жауабы. They went to music halls and theaters to watch performances. Very nice. Тамаша. Міне мынандай үлкен театрлар болған, бір этаж, 2 этаж, 3 этаж, 4 этаж, 5 этаж. Міне көрдіңіздер ма? Спектакльді көруге барады екен. Very good. Тамаша. Өте жақсы. Next one, Victorian time. It is the thing that they use, Міне Victorian school'дағы қолданған нәрселер осылар. So, abacus, do you see here? Abacus, backstainer, blackboard. Мін blackboard'тар. Deep pen or ink, chalk, slate, desktар міне. Cane, Don's hat, finger stalks, қолдарына киіп алатын. And school bells. Міне қоңырау бұрын осындай болған. Very nice. Әрмен қарай жалғастырамыз. This is the school. 1800 жылдардағы мектеп оларда осындай болды, Now this is furniture. Мынау үй заттары. Қандай әдемі, Now next one is gramophone, Okay, please. Ақсұңқар, are you here? Ойбу шығып кетті ғой. So, Бибінір өзің қалдың оқи ғой. How do these think people spend their free times, Answers. Spend time while listening. Activities. Going to the theater, and listening to gramophone records. Міне оларда сол кездегі запистер осылай көрінетін, тыңдайтын, Nice, өте жақсы. So, this one, It's very big one. So the actors and the actresses, singers use it as a Yamaha, I think, nowadays. Very good. And the last one is, I will show you. Do you know what is it? Мына не екенін білесіздер ма? London corset. Yes. Міне, көрдіңіздер ма? Without air. Тіпті ауа жоқ болып қалады, тартып тастағанда. Very nice. Міне ол кездегі модалар осындай еді. Good. Now, last one. Victorian. What did Victorian do for fun? Their games. Өздерінің ойнайтын ойындардың тізімі бар. Especially Christmas parlor games. Мыналардың барлығы ойындар, сол кездегі ойнаған ойындар. And Victorian parlor games like this one. Ойындары болды. And poets and the novels of Victorian era. Ол уақытта әдебиет те өте жақсы дамыды. Міне, мына кісілер сол уақытта өзінің еңбектерін сіңірді,
Okay, do you know about first one is Sesame, please read. Uh-huh. Yes, Charlotte Bronte. Yes. William Makepeace, Thackeray, Marianne Cross, Мен қосылмайды. Tom Hood, Қайсысын оқиын, Robert тәте? Browning, Elizabeth Harcourt Browning, Tom Hood. Және сіздер жақсы танитын бір кісі бар, ол Чарльз Диккенс, иә? Alfred Tennyson әнді соңғысы Роберт Луис Стивенсон. Міне осындай мықты жазушылар, ақындар ол кезде өмір сүрді. Және осы Victorian эраның жақсы дамуына өте көп үлесін қосты. Now, make a question and answer. Енді сұраққа жауап берейік. Так, Ақсұңқар, please read the first one. What did Victorians read? Викториандықтар не оқыды? They read newspapers, magazines or comics. Nice, very good. Не оқыпты олар? Ойбай. Yes, very good. Comics, magazines, Magazine деген журнал, иә? Very good. Келесі сұрақ. Begum, please you. When did they Спасибо, Виктор. When did they start going to Yes, to the seaside. When did they start going to the seaside? Қашан баратын олар жағалауға, иә? Yes, very good. Темір жолдар салынып, жүре бастағанда сол неге жағажайларға барып олар демалатын. Әйтпесе алыс қой. Very good. Тамаша. Келесі Бибінұр, your turn, please read. In the sea, where did they get changed before they went in the sea? Jawabını оқимыз. Оқимыз. Яғни дөңгелек арбалармен ол жерге баратын еді, иә? Just a moment, I'll show you. Міне, мыналар. This one. Міне, осылармен жүреді. Yeah? Okay, good. Темір жол шыққанға дейін осылармен жүріп отырды, yeah? Now, алға орта мектебі деп жазылып тұр. Please, boys, ұлдар, микрофон қосамыз. Соңғы сұрақ. Last question. Last question. Микрофон қосайық. Қосылмай жатыр ма? Lacrosse as well as cycling. Very good. Велосипед, крикет, регби, лакросс. Осындай ойындарды ойнаған және қараған. Міне хоббилары бұлардың сондай екен. Very nice. Ал түсінікті, сұрақ жоқ қой?
Victorian eras бұл Британияның гүлденген уақыты. So, үйге тапсырма балар, үйге тапсырма The Victorians. Сіздерге мына слайдты общыға саламын, сол жерден оқып, тапсырманы орындайсыздар. Үйге read and answer the questions. Текст берілген және сұрақтар берілген. Осыған жауап бересіздер. Ал жақсы, сабақ аяқталды. See you. Bye.